Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келіпсіздер. Сіздермен Жансұлу. Бүгін сіздермен дәл осылай қайнап тұрған суда өте дәмді, жұмсақ болып шығатын, осындай ортасы пісіп шығатын осындай нанның толық рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Дәл осындай қазақ тіліндегі контенттерді қолдап кетулеріңізді сұраймын. Видеоны соңына дейін көріп, алда көптеген видео рецептермен бөлісетін боламын. Сол себепті менің YouTube арнама тіркеліп қоюларыңызды сұраймын. Ашытқымен жасалатын қамырдың өте оңай жасалатын жолын сіздермен бөліскім келіп отыр. Дәл осылай жасасаңыздар, қамырыңыз 10-15 минутта көтеріліп ашиды. Ең алдымен осындай үлкен ас қасықпен дрожжымызды салып, ашытқымызды үстінен жылы су құйып, ұнның үстіне дәл осылай қойып қоямыз. 10-15 минутта осылай апара болып көтеріледі. Үстінен сұйық майымызды, тұзымызды, кішкене ғана қантымызды салып, жылы сумен жақсылап қамыр жасап илеп аламыз. Қамырымыз қатты болмау керек, жұмсақ та болып қалмау керек. Орташа болып, әдемі болып қамырымызды илеп аламыз. Міне біздің қамырымыз дәл осылай әдемілеп иленді. Енді осыны салафанмен жауып қоямыз. Жай әшейін кухняның столының үстіне қойып қойсақ, өзі 10-15 минутта ашып көтеріледі. Бір көтерілгеннен кейін екінші рет тағы бір қайтарып илесеңіздер, нандар көтеріледі. Міне нандарымыз ашып дайын болды. Дәл осылай зуала етіп дайындап, дөңгелекше етіп жаямыз. Дәл осы видеодағындай жасасаңыздар болады. Енді бір-біріне орап, барлық қамырларымызды дәл осылай батон нандыкі сияқты етіп дайындап аламыз. Міне дәл осылай пышақтың көмегімен кесіп аламыз батон нандарымыз сияқты. Енді нанымызды дайындап алғаннан кейін қайнап тұрған суымызға, алдын ала қайнатып қойдым суды. Осы суға батон нандарымызды салып қайнатып аламыз. 10-15 минуттай қайнатып алсақ, сол жеткілікті болады. 10-15 минуттан кейін 180 градуста қызып тұрған пешімізге батон нандарымызды алып, ыдысына салып аламыз. Үстінен жұмыртқаларымызды жағып, пешке 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Нандарыңызды дәл осылай пісірсеңіздер болады. Ең алдымен суға, одан кейін пешке салып, дәл осылай қызарғанша пісіріп аласыз. Міне біздің нанымыз дайын болды. Өте дәмді, әрі жұмсақ нанымыз дайын болды. Сіздер де дәл осы рецептпен жасап көрсеңіздер болады. Сенімді рецепт, қазіргі таңда өзім қолданып жүрген рецепттердің бірі. Видеом сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Әлі алда көптеген видео рецепттермен бөлісетін боламын. Сол себепті менің YouTube арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Менің каналыма кіріп қарасаңыздар, бұдан да басқа неше түрлі тәттілердің, тағамдардың, салаттардың, ыстық тағамның, торттың декорларының рецепттерісі бар. Кіріп, қарап жасап көрсеңіздер болады. Барлығы сенімді оригинал рецепттердің бірі. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен болған Жансұлу.